Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге қазақша квиз ойыны бар. Сол ойын бойынша шаблонын көрсететін боламын. Бұл шаблонды кез келген пәнге қолдансаңыздар болады. Тек қана дайын шаблон, тек қана өзіңіз сол пәніңіз бойынша или болмаса логикалық сұрақтарды жазып, іс-шараға немесе ашық сабақтарда қолдануға жарайды. Енді қазір мен сіздерге сразу ашып көрсетейін. Бірінші титулны беті осылай. Пока слайдпен ашамыз сначала деп. Өзінің осындай музыкасы бар, музыкасымен басталады. 4 кезеңнен тұрады жалпы. Бірінші кезең бізде беташар деп аталады. Беташар кезеңінде осындай тест түрінде болады. 7 сұрақ. Одан кейін мына жерге сұрағын жазып қойасыздар, дұрыс жауап, қате жауап, яғни тест түрінде варианттарын жазасыздар. Одан кейін ойлану үшін мына жерде уақытқа басатын болсаңыздар, осындай уақыт қосылады. 30 секунд уақыт. Қазір. Мен қазір тоқтатып неғаннан кейін сол жерден жалғасып жатыр. Негізі 30 секунд уақыт. Келесі. Мынаны ашып көрсетейін. Жоқ, мынаны басып көрсетейін бірінші. Осындай дауыс шығады. Міне. Барлығы істейді. Келесі деген кезде уже келесі слайдқа ауысты. Міне көрсетейін. Осылай басталады. Уақытты осындай бір рет басып қосып, біткеннен кейін тоқтатсаңыздар да болады. Осылай өшіріп қойсаңыздар да болады. Барлығы істейді. Әртүрлі вариантта келеді дұрыс жауаптары. Енді барлығын көрсетудің қажеті жоқ, барлығы істейді. Келесі кезең, екінші кезең. Барлық кезеңді тез көрсетіп өтемін. Екінші кезең бізде суреттер деп аталады. Суреттер кезеңі, мына жерде сурет қоясыздар. Одан кейін сұрағын жазасыз, сурет бойынша сұрақтарды. Одан кейін соның жауабы шығару үшін тексер деген батырмаға бассаңыздар, жауабы осылай шығады. Уақыт 30 секунд барлығында істейді. Келесі. Осылай ауыстыра берсеңіздер, мына жерде міне ауысып жатыр, слайд ауысып жатыр. 7 сұрақ болады бұлда да. Одан кейінгі кезең бұл үшінші кезең. Үшінші кезең бұл заманауи деп аталады. Үшінші кезеңде мынандай не болады, айналдырасыздар. Одан кейін 7 қазына бойынша 7 сұрақ беріледі. Мынаған мысалы сұрақ жазылады. Мына жерде бұның барлығын естіп қойында. Сіздер жаңағы сұрағын, жауабын жазып алсаңыздар. Мынаған бассаңыздар, қайттан осы жерге келеді. Айналдырып отырып таңдайсыздар. Таңдап ашып, осылай ойната бересіздер ки соған қарай отырып ашылады. Одан кейін келесі кезең, төртінші кезең. Қазір көрсетемін. Бәстік деп аталады. Бұл жерде сұрағы болады, мына жерде, и мына жерде жауабы болады. Тексеруге алсақ, жауабы шығады. Уақыт міне барлығында істейді. Келесі де өткізетін болсақ, міне барлығы ашылады, істейді. Аяқталды. Енді мынаны мен көрсетейін. Мына өшіріп, 30 секунд деп тұр, 30 секунд істейді. Мынаны өшіресіздер, сұрағын жазасыздар, мына жерге өшіріп, жауабы өшіріп, варианттарын жазып шығасыздар. Сосын мына жерге сурет қойылады, сұрағы, жауап жазылады. Келесі кезеңде, мынау кезеңде, мына жерге сұрағы, мына жерге жауап жазылады. Егер сыймай жатса, мынаны үлкейтуге болады, бірақ өшіруге болмайды. Үлкейтіп, мына шрифтін өзгертіп, дегенде былай белгілеп, мына жерден шрифтті өзгертсеңіздер болады. Тек қана мына фигураларды өшірмейсіздер. Одан кейін, мынау кезеңде тура солай сұрағын, жауабын жазып, сөйтіп қолдана бересіздер. Енді квиз болғаннан кейін осындай сұрақ, жауап и суреттер бар бұл жерде. Одан кейін мынандай бір айналатын несі бар 7 қазына бойынша. Мына 7 қазынаның тиындары, міне. Құмай тазы, мынау барлығы бар. В общем, шаблон түсінікті деп ойлаймын. Тек қана сұрақтарын жазып қолдана бересіздер. Енді басқа шаблондар сияқты мен біреуін көрсетіп өтейін. Музыкасы, қосылатын несі, осылай кішірейтсеңіздер, мына жерінде тұрады. Осы жерден жоғары қарай көтеріп, или төмендетіп, или болмаса сразу былай вырезать етіп алып тастасаңыздар да болады. Осы жерде тұрады. Міне, әрбір кезеңнің өзінікі осы жерінде тұр. Міне, үстінде. Бір рет мына жерден кішірейтіп алсаңыздар болды. Жалпы шаблон осы. Егер керек болса, маған жазсаңыздар, сол жерде толығырақ айтамын.